Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. 100 кітап оқу жобасы негізінде құрылған Алаш аптасы бағдарламасының қонағы белгілі актер, өнер қырандары театрының жетекшісі Мадияр Серікбаев ағамыз. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Мадияр аға баршамызға белгілі, осы тәуелсіз ел болғалы ең алғаш 2019 жылы былтыр, яғни жастарға арнайы жыл атауы беріп, жастар жылы аталып өтілген болатын. Биыл да 2020 жылы еріктілер жылы деген атау беріліп, бұл да бір жастарға негіздеп қойылған жыл сияқты көрінеді. Сол сияқты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы біраз жылдан бері өзінің жанынан жастар секторы бөлімін ашып, сол бөлімде біршама жұмыстар, жастарға байланысты жұмыстар атқарып келіп жатыр. Яғни бұлардың барлығы қазір қоғамда жастарға көп назар аударылуда десек, асып айтқан болып есептелмейді екенбіз. Соған байланысты сізбен қозғайтын сұхбатымыздың тақырыбы да күніміздегі жастарға қаншалықты сенім арта аламыз деген тақырып аясында болмақ. Енді осы орайда өзіңізге алғашқы сұрақты қойсақ, әр кезеңнің өзінің жастары болады белгілі. Осыдан бір ғасыр алдын Мағжан Жұмабаев атамыз сол өзінің дәуіріндегі жастарға арнайы "Мен жастарға сенемін" деген бір керемет өлең шумақтарын қалдырып кеткен. Онда арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай қатты қанатты "Мен жастарға сенемін" деп жастарды жалпы сипаттай отырып, оларға сенім білдіретіндіктерін айтып өткен. Ал енді дәл осылай біз өзіміздің дәуіріміздегі қазіргі жастарға сол Мағжан атамыз сияқты сенім білдіре аламыз ба? Оларды қалай сипаттасақ болады жалпы жастарды? Қазіргі жастарды сенім арта аламыз. Өйткені қазіргі жастарда күш-жігер, бойында ілім-білім тасып жатыр десек болады. Аллаға шүкір, қазір мына жаңа заманауи технология, ғылым, жаңағы мына қарапайым қолымыздағы ұялы телефон, әлеуметтік желі дейміз бе, барлығын тез игеріп жатқан. Тіпті үйде қалжыңдап айтамыз, ана кішкентай балалар, бір жасқа толар толмас балалар телефонды алып бүйтіп отқанда, мыналар іштен біліп туылған ей мына балалар деп, қазіргі заманның балалары ай, қазіргі заман жастары ай деп сөйтіп айтып отырамыз. Өте ілім-білімге құштар, білсем, көрсем деген өсіп келе жатқан жастар қазір. Біз сенім арта аламыз, тек бағдар беріп отыру ғана. Мынау жас деген өзі таудан аққан, үлкен гүрілдеп аққан өзен секілді де, жолындағының бәрін жайпап өтеді. Егер оны бұрып, арнаға бұрып отырмасаң, барлығын қопарып өтеді. Өз арнасы салып отыру керек дейсіз. Дер кезінде тәлім тәрбиесін беріп, бағдар беріп отыратын болсақ, үлкен сенім артуға болады. Жалпы дұрыс, қазіргі жастарымыз өте білімді десек болады, тез игеріп жатыр барлық шыққан технологиялардың барлығын. Енді бірақ алайда қазіргі жастар мен бұрынғы жастардың арасында үлкен айырмашылық бар, жоқ емес. Жалпы қазір құндылықтар мен мәдениеттердің түрленуіне байланысты, дамуына байланысты, соған байланысты жастардың да сұраныс талаптары өзгеріп жатыр десек болады. Алайда енді осындай нәрселер өзгеріп жатыр, жаңа технологиялар шығып жатыр деп, өзіміздің осындай құнды салт дәстүрлерімізді шетке ысырып тастасақ, бұл қаншалық дұрыс? Өйткені қазіргі кезде шындығына келгенде жастарымыз көбінесе біраз салт дәстүрден бейхабар десек болады. Ал енді осы келешекке қауіп бар ма? Қауіп міндетті түрде болады. Атам қазақ бекер айтып кетпеген. Бізде қазақта керемет сөз бар. Өсіп жатыр, жетіліп жатыр деген. Өсу мен жетілу деген екі түрлі мағынада да, екі түрлі іс қарап отырсаңыз. Біз енді көбінесе сұраймыз ғой, қалай бала өсіп жатыр ма деп ше? Бала шаға қалай өсіп жатыр ма деген сөзді көп естиміз. Бұрындары өсіп жетіліп жатсыңдар ма деген сөзді естуші еді. Жетіліп жатсыңдар ма деп көп айтылады. Қазір өсіп жатсыңдар ма деген көп айтылады да, жетіліп жатсыңдар ма деген көп айтылмайды негізінде. Бала шаға өсіп жатыр ма, қалай қызмет өсіп жатыр ма, жұмыс қалай, тірлік қалай, тіршілік қалай, айлық қалай өсті ма деп. Бәрін өсумен ғана шектеп жатырмыз да. Өсу деген сол бала шаға өседі, ілімі де өседі, білімі де өседі, қызметі де өседі, ақшасы да өседі, сабағы да, бәрі өседі. Ал енді жетіліп жатсыңдар ма деген қазақта керемет сөз, ол рухани жетілу дейді. Рухани құндылықтар екен да бұл жетілу деген. Ақ пен қараны ажыратып жатыр ма бала? Рухани жағына қатты. Рухани жағы. Күнә мен сауапты біліп жатыр ма? Ақ пен қараны ажыратып жатыр ма? Ар, намыс дегенді түсініп жатыр ма бала? Қалай? Бойында қалыптасып жатыр ма? Соған мән беріп жатсың ба деген сияқты. Екеуін тең ұстап отыру да, өсіп жетіліп жатыр ма деген сөзді бірге алып егіз ұғымда, екеуін ажыратып. Құстың қос қанаты секілді. Мына жағда жаңағыдай ілімі, білімі өссін, дамысын қазір жастар. Бірақ жетілуінде қалдырмауымыз керек екен да. Ал егер бала мынау жетілмей қалатын болса,
рухани мүгедек деген сөз өте ауыр екен да. Рухани мүгедек. Біз қазір өсіп жетіледі, бала өте білімді. Әл-Фараби бабамыз айтқандай, тәрбиесіз алған білім опат дейді. Өте қасшауы, адамзаттың қасшауы. Ол өсіп білімді болуы бір бөлек. Сол біліммен, дамып кеткен біліммен ұлтына, еліне, адамзатқа зиян алып келмеуіне кім кепіл? Қазіргі мынау, қазіргі заманда мына вирусты, ауруды ойлап тапты, біреу ойлап тапқан екен, сондай арнайы жасаған екен деп жатыр. Оның бәрі білімсіздіктен емес, керісінше сол білімінің арқасында болып жатыр. Адамзатқа зиян ойлап тау, керісінше вирустар ойлап тау, бір нәрсені жарып жіберу, бір жерді қопарып жіберу, бір ұлтты шатастырып жіберу, бір ұлтты түбегейлі жоқ қылып жіберу, бұл үлкен білімнің арқасында, бірақ дұрыс емес тәрбиенің арқасында да тағы да қосымша. Дұрыс емес тәрбие берілу ол үлкен опат. Сондықтан жастарға сене отырып, соның білімін көре отырып, жаңа бағыт бағдар деп отқанымыз, соны жетілдіріп отыру. Айналайын балам, жақсы білімің күшті, бірақ енді ұят болады. Осыған мына нәрсені жасасақ қалай болады деп отырып, шынымен де бағыт бағдар беретін болсақ. Өйткені жассыз бәрібір тірлік бітпейді. Оған тарих бар, тарих дәлел. Мұса алейхиссалам пайғамбардың заманында да бар ғой. Жаңа 40 жыл бір жерді айналып жүру, алдыңғы буын кетіп, жас буын өсіп, сенетін жастар өссе екен деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінде де қарасаң Али кімдер, Алла разы болсын. Сахабалардың өзі 10 жас, 9 жастағы жастар, балалар, солардың өзін жетілдіріп отырып, соларға сеніп, жылдар өтіп осылар шығады деп пайғамбарымыздың өзі сенген. Мағжан аталарымыздың да барлық осы жастарға сенемін деген қараң қазақ көгіне өрмелеп шығып кім болам деп жастарға жол қалдырып, осы бағытпен жүріңдер деп отырып, жастарға жол қалдырып отыруы да, сенім артуы да осы жастар келеді. Дұрыс тәрбие дейсіз ғой. Дұрыс тәрбие, рухани тәрбиеде ата-ана және апа-әжелердің діни, рухани жол көрсетушілік ол маңызды рөл атқарады. Өте маңызды рөл. Осы тұста жалпы айтатынымыз, балаларымыздың бойына біз материалдық құндылықтарды батырып, олардың рухтарын бір шуақтандырып жандыра алмасақ, ол өзіміздің сорымыз болып қалыптасады екен. Әлбетте. Әлихан атамыз айтады, осы қандай да бір ауылға барсаң, қазақ ауылдарында дейді, отағасы мен ақсақалдары тұнып тұрған бір шежіре дейді. Олар айналасына жастарды жинайды дағыны, ол жастарға бұрынғы өткеннің тарихтарын, шежіресін айтып, олардың саналарына жақсы ақпараттар қалыптастырып береді дейді. Қазір дұрыс кейбір жастардан сондай келеңсіз оқиғаларды көріп жатамыз. Салт дәстүрді сұрасаң, білмей қалған қырлары болып жатады. Енді осыған негізінде тікелей жастар емес, үлкендер де кінәлі ме деп ойлап қаласың. Бұған қалай қарайсыз? Енді біз өзіміз көріп, енді мына өнерде болғаннан кейін осы мәселені де зерттейміз, қойылым қоятын кезде кейде осы қателік қайдан болады екен, қалай болады екен деп зерттеп қараймыз, ізденесің. Осы өзімізде көзімізбен көрген сәттеріміз бар. Қарап отырсаң, үлкен буынның әлбетте енді қателігі бар шығар, үлкен буынның, жаңа ата буынның дейміз, аға буынның сол қателіктері бар шығар, жастарға бағыт бағдар беріп, жаңағыдай барлығын жинап, ақыл айтып, көсем болып отырмай, қазір сондай болып кетті дейтін. Бірақ десе де екі жақтама да қарау керек сияқты да. Біздер қазір жастарда үлкенді үлкен деп көтермелеп отыратын болсақ, дем беріп отыратын болсақ, шапалақ бір алақаннан шықпайды дейсіз ғой. Екі жақта да қарау. Екі жақтан қарап отырсақ, екі жақтан қарастыру керек сияқты да. Бірінші кезекте бойындағы бір титтей үлкен кісілер, титтей бір айтар ақылы болса, жаңағы айтады ғой, ұстаз деп мен алдында отырып, сабақ алған ғана ұстаз емес. Бір істе маған дұрыс бағыт бағдар көрсете алса, ол да маған ұстаз деп. Бір әріптің өзін үйреткен ұстаз деп Әли радиаллаху анху айтады. Ол ұстаз деген жалпы енді көшеде де ұстаз тауып алуға болады. Үйренем деген адамға жапырақта ұстаз дейді ғой. Ал енді мұғалім деген ол сабақ беруі мүмкін жаңағыдай. Ал енді ұстаз деген айтады ғой, енді көшеден бір адамнан жақсы әдет үйренсең де ол да ұстаз. Сол сияқты біз бойында бір кішкене білім алатын, бір нәрсе алатын қасиеті болған ақсақал, ата, үлкен буынды көрсек, солысымен әйтеуір елге, сол біліммен әйтеуір елге көрінсе, содан кейін біз оны құрметтесек, сол білім үшін әйтеуір келген кезде, үлкен кісі келді, жоғары шығыңыз ата. Көке жоғары шығыңыз, сіз осы әулеттің ақсақалысыз, сіз осы ауылдың қариясысыз, мына ауылдың қариясы деп біз жастар сол кісілерге дем беріп отыратын болсақ, оның бойында ешқандай қадір қасиеті болмаса да, бойында ешқандай қатты ілімі болмаса да, ол кісі бір қадірлегеннен кейін, екі қадірлегеннен кейін, үш қадірлегеннен кейін барып, ол өзі де ұмтылады. Қой, ел жұрттың бәрі мені қария дейді,
ақсақал иә мен кішкене қарияға сай болайын деп, тіпті үйдегі апамыздың өзі айналайын ау, сен бір ауылдың қариясың, ел сені қария деп отыр, дұрыстап әңгіме айтсайшы барған жерде деп, үйдегі апамыздың өзі кішкене сөйтіп демеп отырады да. Қазір негізі керісінше әлі жассыз ойдап қояды. Иә, қазір сол бізде мүмкін жастардың көке қойыңызшы, шал болмаңызшы деп ше. Мәке, шал сияқты не қылмашы, жас болсыншы, келсе жүрсінші деп. Ана өзін жас қылғысы келіп, ана кісіні өзінің деңгейіне түсіріп алғысы келеді да. Өйткені тіл табысу солай жақсы болады. Содан кейін қарияларымыздың қазыналары жабылып қалып жатыр дейсіз ғой. Мүмкін солай істесек те бәлкім қарияларымыз ұмтылар ма еді, қой барғанда бір-екі ауыз бата жаттап алайын. Елдің бәрі қазір маған қария деп сөз береді, төрге шығарады, бата сұрайды, бір-екі ауыз бата жаттайын деп үйде ізденіп, кітабын алып қайттан баяғы әкем не айтып еді деп, сондай нәрселерді іздеуі мүмкін да. Сөйтіп қария болуы мүмкін. Енді адам өмірінде жалпы балалық шақ, жастық шақ, орта кезең, қарттық кезең дегендер болады ғой. Соның ішіндегі ең естен кетпейтіні, ұмытылмайтыны, көп жағдайда қуанып еске алатын осы жастық шағымыз болады. Енді жастық жалын кәрілік көмір деп бекерге айтпайды. Енді осы жастық, қазір сіздің өзіңіздің қазақ қоғамында белгілі бір беделіңіз бар өз салаңызда. Енді осы салаңызда сіз сол жастығыңызды дұрыс қарап, дұрыс бағдармен жүргендігіңізге байланысты жеттіңіз бе, жоқ әлде кездейсоқтық бір, яғни бақыт дейміз ғой, кездейсоқ бір бақыт болып қалыптасты деп. Бұл сатыда көп, бұл жолда көп сатылардан өттіңіз бе жалпы? Иә, мен енді балалық шағым бәріміз бала болдық. Асып тасығымыз келді шынымен де. Анауда болғымыз келді, мынауда болғымыз келді. Бір кездері мен балалық шағымда шыны керек, Брус Лида болғымыз келді дегендей ғой. Таудың басына шығып, күннің батып баратқан кезінде отырып, деп жаңағыдай қырып жойғымыз келді, бір нәрседе болғымыз келді. Енді талпынбаған нәрсеміз, жаңа айтқандай таудан аққан гүрілдеп аққан өзен сияқты бәрін қырып жойып істегің келеді. Ананы да көрсең, мынаны да істегің келеді, мынаны да жасағың келеді, анау сияқты болғың келеді, мынау сияқты болғың келеді. Бұлақтан енді шығып жатқан кездер ғой. Сол ғой, күш тасып жатқан кез. Сол кездің несі маған мына қазіргі өміріме, қазіргі істеп жатқан ісіме, жалпы халыққа әйтеуір бір жақсы дүние бергім келетін бір себепкер осы тәлім тәрбие ғой. Айналайын балам ұят болады. Бойындағы күшіңнің бәрін біліп отырып, сені бірақ дұрыс жаққа қарай бағыттайды. Мына үлкен тәрбие, мына ауылдың тәрбиесі, тек қана отбасының ғана тәрбиесі емес, қоғам тәрбиеледі десек болады. Қазір бізде тек ата-анаға ғана сырып қоямыз ғой. Мынаны әке-шешесі тәрбиелемеген бе? Әке-шешең тәрбие бермеген бе саған деп, әке-шешеге бәрін, әке-шешесі тәрбие бермеген деп сөйтіп не қыламыз да. Әке-шешені сөгеміз дейсіз. Иә, әке-шеше ғана кінәлі емес қой негізі. Ойлаймын, менің ойым да, өз ойым. Бір баланың дұрыс қалыптасуына әке-шеше ғана не емес, міндетті емес. Қоршаған орта, қоғам, бәріміз тәрбиелейміз. Қызды қырық үйден тыю дегендер ол міндетті түрде бүкіл ауыл болып тәрбиелеу. Жаңа қоғам тәрбиелеу да, сол сияқты маған да көп үлесі тиді. Ауылдың да үлесі тиді. Бойыңдағы бір нәрсені көріп, қой, мынауың, қой мынаны істеме деп ше. Әртіс болсаң, қанша әртіс болсаң да ұят болады деп. Қой мынауың ұят деп. Ал бойымдағы кішкене бір қасиетті көрген бәрі ауыл соны демеп, саған мына таза әртіс болу керек, саған бару керек, ана оқысы ше. Бауыржан шоуға бар, болмаса тамашаға бар, сені деп отырып, көп белестерден өттік. Әке-шешемнің тәрбиесі бар, ауылдың тәрбиесі бар. Мен өзім кішкентай кезінде Құл Хуаллахуды, Ықылас, Фалақ, Насты жаттатып, ауылдың қариялары ауызашар бір нәрсеге барғанда, руханиятқа қосып жатқан үлесіме осының бір септігі тиді ау деймін. Басы бұлағы сол жақта келген дейсіз. Ауыл ақсақалдары ауызашар бір нәрсеге барғанда, балам бер кел деп отырғызып қоятын. Кішкентаймыз ол кезде. Сол анау Құранның қадірі ғой енді. Отыр деп отырғызып қоятын да, тамақ ішіп неғып болғаннан кейін балам Құран оқы дейді. Соны Құл Хуаллахуды оқисың, Ықылас, Фалақты оқисың, өздері бата береді. Балам, ана бала Құран оқиды, бала оқы дейді. Кішкентайсың ғой, Құран оқисың. Сол сөйтіп отырып, сол ақсақалдардың біраз әңгімесі, солардың демеп, соны сені құрметтеп, төрге шығарып, осы рухани жағын ауылдан жалпы алдым десем болады. Осы қалыптаса келе, осы тәрбие негізі көп нәрсеге, жаман нәрсеге жібермейді. Қанша білімді болсаң да, қанша өнерлі болып тұрсаң да, бір арсыз, ұятсыз нәрсе істейін десең де, жібермейді. Ұят қой, елден ұят, ұят деген өйткені бала күніңде сіңіріп қойған дүние, мына жүректің түбінде қалыптасып тұрады. Жастық шағың жарқын жаздың бейнесі, құтты жаздан ала алсаң, берері көп деп. Біздің сол Сәбит Мұқанов атамыз айтқандай,
еңбектеніп алуды жалпы үйрену керек дейсіз ғой. Барлық нәрседе еңбек керек, талпыныс керек, талпыныс керек, міндетті түрде, иә. Енді бұл дәуренде барлығы қайратты, қуатты болады. Енді осындай қайрат, қуат жігерлердің барлығын қандай нәрселерге жұмсаған дұрыс деп ойлайсыз өзіңіз? Енді әркім өз саласында дамуға қазіргі кезде. Жалпы жас буын әлі бір саланы, белгілі саланы өзі ойлап көрмеген да. Сол жас буын әлі сала таңдауға бір өзінің бір шешімі жоқ. Қабілетті емес, әлі нақты көзқарасы. Сол жастарымыз жалпы немен айналысқан дұрыс? Бос уақыттарын көбінесе. Әлі бір мақсатты көздемеген болса, шынымен де, бір кәсіпті таңдамаған болса, сіз айтқандай, егер ол әлі бос адам болса, ол бойындағы күш қуатын негізінде, енді ол әлі жас қалыптаспаған жастарға, бойындағы күш қуатын, бойындағы шығып тұрған, тасып тұрған махаббатын, оны ата-анасына, бойындағы күш қуатын, тіпті бір кішкентай ғана бір пакетті, бір бөлке нанды көтере алатын бойындағы күш қуатын, ең жоқ дегенде көршісі нан алып келатса, соны көтеруге, айналасында осы шығып тұрған, тасып тұрған күш қуатын қоршаған ортаға жақсылық жасауға жұмсаған дұрыс та. Бойындағы артық, жаңағыда кішкентай бала болса да, артық бір үзім нан алып шықса, соны бөліп, қасындағы досына беруге жұмсаған. Барлығын қайырлы істерге жұмсап алған дұрыс деймін да. Осы кішкентай буын егер көріп отқан болса, сондай бойдағы күш қуатын, не істеймін мен, қандай нәрсе істесем болады деген кезде ата-анаға көмектесіп, жақсы сөздерің шығып жатса, ата-анаңа, көршіңе, досыңа. Иманның ең төменгі дәрежесі дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Жолдағы ол кедергі болған бір тасталып. Соған күш жігеріңді соған жұмса, күш жігеріңді соған жұмса, ең жоқ дегенде нан алып тастайын деп. Өйткені шынымен үйде балаға сөйтеміз. Ол бала қазір бір үлкен маман иесі болайын деп тұрған жоқ, болмаса маман иесі емес, бір нәрсе жасайын деп жатқан жоқ. Сол балам жүгіріп жүрсе, айтыр, күш тасып барса, балам жүгір, анау ағаға көмектесіп жібер деп. Сөйтесің айтыр. Сөйтіп өзіңде айтыр, иә? Стап бір нәрсені көтерсең де, баламнан ұста деп. Ең жоқ дегенде оны көтере аласың өзіңде. Пакет көтере аласың, бірақ ішіндегі ең жеңіл айтыр, бір жұмыртқа болсын, бір нәрсе болсын, кішкентай бір үзім нан болсын, пакетпен статып қойсын, баламнан ұста. Еңбекке үйрету ғой. Еңбекке үйрет. Бала күшін бәрін сондайға жұмсап үйренетін болса, кейін кез келген мамандықты алсын, оның бойында адами қасиеті тұрады. Кез келген нәрсе бойында адами қасиеті тұрған кезде, ол бір нәрсені істейтін кезде осы түртіп отырады, әй деп ше. Ойш, ұят болады. Баяғы әке-шешең бар, анау бар, көршің бар еді, ұят болады ғой деп. Ар жібермейді ғой. Ар жібермей тұрады. Мынау құндылықтар дейді ғой, адамның бойында Алла берген мейір, махаббат, күш, қайрат, намыс, осы ұстындар, колонналар дейміз ғой, жүректе орнығатын. Соның бәрі орнығып алғаннан кейін болды ғой. Кез келген мамандықтан да. Организм мықты болатын болса, қандай вирус болмасын төтеп береді ғой. Иммунитетін күшейтіп алғаннан кейін. Имани иммунитеттердің барлығын міндетті түрде мынау біз айтамыз ғой, Абай атамызды айтамыз, Ыбырай аталарымызды айтамыз, Шоқан дейміз, жаңағы Мағжан Жұмабаев, Алихан Ахмет ағаларымыз, бәрі аталарымыздың бәрін айтамыз. Олардың бәрінде имани иммунитет болғанда, осы руханиятын жетілдіріп алған кішкентай күнінде. Руханиятын атаның тәрбиесін, ананың тәрбиесін, ортаның, ауылдың, ағайынның тәрбиесін бәрін алып алған. Одан кейін оқуға, ілімге, білімге баратын кезде Орынборға да барып оқыды. Мысалы айтамыз, Абай аталарымыз Толстоймен де хабарласып, Пушкинмен хат алысып, сол кезде біз қорыққан жоқ та. Осы Пушкиннің несіне кетіп қалады ау. Толстоймен бірге тауарлап кетіп қалады ау. Керісінше, мына бала күнінде алған рухани іліммен жетілгені, ол Толстойды да, Толстойды исламға қарай шақырып, Пушкиннің өзіне Құран туралы өлең жаздырып, соншалықты алған тәлім тәрбиесі. Пушкин Абайдың түріне ғашық болған жоқ. Пушкин Абайдың шынымен де мынау бір ақшасына, дүниесіне ғашық болған жоқ қой, ұнатқан жоқ. Пушкин Абайдың осы тәрбиесін, бұл қазақтың қандай тәрбиесі, бұл қандай руханият мынада тұнып жатқан, қандай білімге деген құштарлық, оның бойындағы мына жетілгеніне, толық адам болып жетілгеніне қызығып. Біздің жалпы қазақ даласында осындай тәрбие істеріне өте қызыққан орыс зерттеуші зиялылар көп қой. Соның ішінде 1800 жылдың аяғында Полин Граф деген осы арнайы зерттеуші кісі қазақ жерін зерттеп, сөйтіп берген есептерінде, өздеріне берген есептерінде, мына қазақтарға арнайы бір заң кітап жазу керек емес.
тәрбие үйрететін бір кітап керек емес. Оларда табын дейтін бір нәрсе болады. Табын деген жалпы тәрбие жүйесі. Оларда дала заңы бар. Сол дала заңымен барлық тәрбие жүйесінің барлығын олар өздері атқарып, сонымен ақ жүр. Олар арнайы бір кітап оқытып үйретудің қажеті жоқ деп жақсы бір сөздерін баяндап кеткен. Енді Мағжан Жұмабаев атамыз жаңа өлеңін оқып кеттік, өлеңнің басында. Енді сол өлеңінің соңында мен жастарға сенемін деген былай деп келтірген екен. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға? Иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін деп, жалпы иман мен құрамға бекем жастарды сипаттайды бізге. Ал енді қазіргі жастар тарапынан болып жатқан кішігірім бүліктер бар, және өз-өздеріне қол жұмсау, яғни қазір келіп жатыр, тест науқаны дейміз ғой, ұбт. Осындай шақтарда өте алмай қалса, өз-өздеріне қол жұмсайтын, Құдай сақтасын, жастар кездесіп жатады. Және тірідей күшіктерді өртеп, ләззат алу. Өткенде ғана болған оқиға. Енді осындай жаман дүниелердің барлығы қалыптасуына осы Құран мен иманнан бейхабар болғандық па, қалай ойлайсыз? Бірінші кезеген Құран мен иманнан бейхабар болуы. Өйткені қазақта Құдайдан қорықпағаннан қорық дейтін қағида бар ғой. Құдайын танытпаса барлығынан құр қалады деген біздің қазақтың ұстанымы. Бұл бірінші кезекте осы руханият. Жаңағы жетілу дегеніміз де осы ғой. Рухани жетілу іштей. Егер оның ішінде рухани мүгедек пайда болады, бала қанша өскенімен, бірақ ішін теріс аударатын болса, шынымен де ол мүгедекті. Имансыздың сыртын қанша жұрсаң да тазармайды деп абай атамыз. Сол бізде Құдайдан қорқуды. Бұл өзіне қол жұмсау, тіпті өзіне қол жұмсау былай тұрсын. Біздің асыл дінімізде, дәстүрімізде өз-өзіңнің бетіңді жұлып, болмаса бетіңді шапалақпен ұрып, шашыңды жұлуға рұқсат бермейді. Өзіңді шымшып, өз-өзіңе зұлымдық жасауға, өзіңе қиындық келтіруге рұқсат бермейді. Осыны қатты білген адам ондай қауіпті нәрсеге бармайды. Және айнала қоршаған ортаға зиянын тигізбеу. Бұның барлығы осы рухани жетілмегендіктен бізді былай ақтарған кезде рухани мүгедек. Ішіңдегі арыстанды тәрбиелемесең, мына нәпсіңді. Ол өскен кезде өзіңді жейді да. Әр адамның ішінде бір арыстан бар. Оны әркім өзі оята білу керек деген сияқты. Сондықтан мынау бірінші кезекте. Екінші кезекте мына біздің қарқынды дамып келе жатқанымыз. Қарқынды дамып, біздің мына технологиямыздың барлығы дамып келе жатыр, әлем дамып келе жатыр ғой. Біз соған қарай ілесеміз деп ұмтылып келе жатырмыз. Ал енді үшінші кезекте, бұны енді тіпті бірінші кезекке де қойсақ болар еді. Бұл атақ құмарлық. Өзін танытқысы келетін. Қоршаған ортада мен бармын деп айтқысы келетін. Мен бармын, маған да бір қараңдаршы дейтін. Өлең бар ғой. Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, мен қазақтың баласы дейтін. Осы бір өлең шумағының кереғары да. Сол танытқысы келеді. Кез келген адам, мұны айтады ғой, қазақ балам дана болса дейді. Балам дара болса дейді. Дарадан кейін дана болса дейді. Топтан бөлініп, тобыңның алды бол деп тілек айтатынымыз сол ғой. Бір дара болып шықса екен балам деп армандайды. Сол даралықты аңсаған түріміз ғой. Қазіргі заманда мына өзін көрсеткісі келіп, бір нәрсені істеп, атың шықпаса жер өрте деп, атын шығару үшін жаңағы күшік жаман нәрсені істеп, мынаны қара деп бір-бірінің басын суға батырып, бір-бірін жұмыртқамен ұрып, әйтеуір елге көзге түссем екен деп. Оның болар келешек жастарға қандай жаман тұстары бар екендігін барлығын ескерілмейді. Ең бастысы өзімді танытсам екен. Мен өз басымнан өткен жағдай бізге көп айтады. Мәке, тартсаңшы бізді. Тартсайшы, менде бойымда өнер бар, мен талант. Бір театрға шығаршы мен. Бір шығаршы, сахнаға шығаршы. Мен айтам, бір күн бір жас жігітпен сөйлесіп қалдым. Мәке, мен тартшы. Шығаршы мен сахна, қасыңа тартшы мен. Мен айтам, жақсы дедім, бірақ сұрақ қойдым. Мақсатың не? Мақсатың не? Енді өнерге келгенде адам бір мақсат қояды ғой. Мен өнерге барсам, сөйтіп бір танымал болып, бір қаржылай болсам менде, анаған көмектессем, болмаса бір сол танымалдығымды пайдаланып, ана бір жерге бар бір тірлікті бітірсем деген сияқты бір өзіңде мақсат болады. Сенің мақсатың не сол өнерге келетін? Айтшы маған, мақсатың бар ма? Сен енді күшті ғой, енді сен танымал боласың, дерзкі жүресің, любой бәрі сені таниды, қыздар, бәрі сен дерзкі, достарыма барасың, класстарым бар, ауылда барам, дерзкі бәрі бүйтіп, дейді, сен танымай өтіп кетесің, бүйтіп. Мен айтам, сенің айтып тұрған мақсатың тәкаппарлық қой. Осы үшін сен 4 жыл оқып,
бәленбай жыл еңбектеніп, қанша жыл дайындалып, қанша жыл өміріңді сырап қылып, күшіңді, қаражатыңды жұмсап, ең соңында тәкаппар деген атаққа ие болмақсың ба? Жалпы негізі сол сөзіңіз аузында танымалдылық екі жолмен болады. Жақсы жолмен, жаман жолмен. Әлбетте. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ол танымайтын тұлға жоқ десек те болады. Барлығы таниды. Яғни мұсылман болмаған адам да таниды. Сол сияқты шайтан деген кезде барлығы таниды. Яғни шайтанды таниды, пайғамбарымызды таниды. Шайтанның жолы белгілі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолы белгілі. Ал енді не үшін сол жастар танымалдылықты жақсы қырдан ізденбейді да, жамандық өте оңай тез жететін. Біз қазақ айтып тұр ғой, атың шықпаса жер өрте. Өрте оп-оңай. Күші өртеп жүрді, мысалы. Шырпыны жақтың тастадың, бітті, лап ете қалды. Атың шықпаса жер өрте, оңайға қарай жүреміз. Ал енді танымалдылық, еңбекпен келетін танымалдылық бар. Жылдар бойы еңбектенесің. Жақсы нәрсе оңай жерде жатқан жоқ, соны еңбектеніп келесің. Сол еңбегің сені танымалдылыққа, елге үлгі қылып жеткізеді. Мақсатың танымал болу болмаса да ел танитын болады дейсіз. Иә, Абай Қалшабек бауырымыздың ба айтқаны бар еді. Танымалдылықтың екі түрі бар. Таным ал дейді. Таным ал дейді. Бір одан бір ғибрат ал, сондай сияқты. Және таны мал дейді. Таны мал дейді. Тәні мал деген сияқты. Алла сақтасын. Бұл екі түрге бөлді. Бұл ақиқат қазіргі күнде. Жай түрі мал болсаң да әйтеуір таныл деген сияқты. Сондай түрге кетіп қалмауымыз керек. Жастың күшін бұрып отыру керек қой. Жалпы рухани дүниеге әрқашан мұқтаж болып жатамыз ғой енді. Адам баласы болғаннан кейін руханиятқа біз әрқашан мұқтажбыз. Жалпы негізінен санақ бойынша, статистикалық есеп бойынша бізде қазақ қоғамында 4 миллионға жуық жастар бар екен. Былай алғанда жалпы халықтың 22% десе болады. Сол жастардың барлығы шынайы білімге құмартып, бір ел пайдасына тиетін жаңалық ашуға талпынатын болса, жалпы қазақ қоғамы, жалпы қазақ елі, қазақ мемлекеті ең алдыңғы мемлекеттердің қатарына шығады екенбіз. Енді осыда қорытынды ретінде жастарға өзіңіздің бір өсиетіңіз болса, не айтар едіңіз? Жастарға мен енді өмірді көріп тастаған емес, мен өзім жаңа жаспен аға буынның қазір ортасында біз көпір болып тұрмыз. Орта жаспыз ғой. Орта буында тұрған сәтіміз ғой қазір. Енді жастық шақтан өттіңіз сіз. Жастық шақтан өттік. Иә. Қазір орта буында. Орта буын, аға буында тұрмыз ғой енді. Одан кейін ата буынға дейін біраз уақыт бар. Бірақ енді мен артымнан ілесіп келе жатқан жастарға айтар едім. Ең бірінші ата-ананың берген тәрбиесін жадыңда қатты ұста. Ата-ананың жанында берген тәрбиесін қатты ұста. Ұят болады деген қағиданы жіберме. Қанша жерден қандай саған ұсыныстар келсін. Қанша жерден қандай кәсіпті таңда, маманды таңда. Осы ұят болады деген нәрсені жіберме. Сөзіңіз аузында ұят болады деп ала берсе деген сияқты. Ұялып тұрып ала берсе деген сияқты. Ұят деген нәрсені. Ұят деген нәрсе сені жақсы бағытқа бұрып отырады. Кез келген жерде ұят қой. Ұят болады деген нәрсе жаныңнан жібермесең, ата-ана көп нәрсені үйреткен жоқ шығар бізге. Бірақ ұят болады дегенді кез келген ата-ана үйретті ау деп ойлаймын. Кез келген ата-ана. Жалпы қоғамға сіздерде әзілмен болсын, үйретіп жатсыздар, Алла разы болсын. Әркім өз кәсібімен, өз қолынан келетін нәрсемен адамға пайдалы ғана нәрсені. Жаңа сөйлесең жақсы сөз сөйле, болмаса үндеме дейді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде де осы жастарға байланысты құнды сөздер айтып кеткен. Сол хадистердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ертең қиямет күні Алланың алдында өзіңнің жастық шағыңды қалай өткізгендігі жайлы есеп бермейінше бір адым алға жүрмейсің деген. Жалпы біз осы тұста өзіміздің жастық шағымызды бағалайтын болсақ, өскенде осы мадияр ағаларымыздай бағалы болады екенбіз. Баршамызға Алла разы болсын.